казак-кыргыз ортосундагы сүйүктүү жуптар эки жолго түштү. Бул тууралуу Аида Багышбекова Instagram баракчасына салды. Нурдалиев экөөнүн ортосундагы түшүнбөстүк мамиле ажырашуу менен аякталды дейт ал. Жана ошондой эле анын тарыхчасынан денесинин көгөргөнүн да көрүүгө болот. Багышбекованын айтымында анын 4 апталык боюнда бар болгон. Жана ал көп өтпөй түшүп калган. Ошондон улам стресс болуп жүргөн. Бул учурда колдоонун ордуна сөгүү жеп отурганын. Ошондуктан акыркы коштошуу катын жазып ата-энесине кеткенин айтат. Жана ошондой эле бул чечим туура экенин кошумчалаган Багышбекова. Аида, блокка тур. куасың ба? Аузыңды жапшы. Все, Аруна, давай. Блокка тур. Арунанын дүм күнәсі жоқ, барлығын сен істегенсің, иә? Сен бардың үйіне. Қысып отырмын ерде. Ал сен не істеп жатсың? Нұрдәулет, мына мен Еркек сияқты бүйтіп тұрмадың сөйтіп. Мен саған өтірік істеп жатсың деп айтқан жоқпын. Қуасың ба? Мал, сен қуасың ба? Мал емеспін мен. Сен мал болып тұрсың дәл қазір. Малдың тірлігін істеп тұрсың. Не мыналар? Мен сен ұстап отырғыздым бүйтіп. Не мыналар? Сен үйтіп ұрмайын деп маған сөз бердің ғой, Нұрдәулет. Мен қолым Емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мені тоқтатпасаң, кім тоқтатады? жақта боқтама маған. Боқтаймын. Сен тірлігін істеп отырсың өйткені. Саған? Дәл қазір тірлігін істеп отырсың. А не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, үйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін, я барлығы менің ауырғаным өтірік, а сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп отырамын қасында. Эске салсак, Аида Багышбекова 1 жыл мурун Казакстандагы Косылайык программасына жар издөөгө барган. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ал жерден Нурдалиев экөөнүн ортосундагы достук мамиле чоң сүйүүгө айланып, кече жакында эле баш кошушкан. Тактап айтканда, мындан 3-4 ай мурун Айданы Нурдалиев алып качуу аркылуу үйлөнүшкөн. Жана көп өтпөй Косылайык программасынын студиясында той жасашкан. Бул эки жупту колдогон күйөрмандар үчүн аябай сүйүнүчтүү кабар болгон. Жди меня, ведь я уже есть. Я существую, папа.
Ла қойшы, тоқтатсаң, тоқтатшы. Ла мен бір әте біреумен кездесу келген сияқтымын. Ештеңе түсіндірмеймін да. Тоқтаса тоқтасын, маған бәрібір. Соттабайық просто. Оны түсірмей. Саған сүйсініп тұр. Әдемі тұрсың. Ғашықпын саған. Дәулет. Бола ма былай ішкіге негізі? Қыздырып отыр. Үстіме тігіп алған маған кетші. Түсірмеші. Түсірме Арон. Ғашық болып тұрмын саған. Түсірме.